Менің алдымда осылай кешірім сұрамақшысың ба? Мен сені ешқашан кешірмеймін. Сол кезде маған не айттың? Маған Гараскол жайлы мистер Джа бәрін айтты. Енді кет. Әйтпесе қазір сен тағы бірдеңе бүлдіресің. Иә. Вишвавир билей бастайды. Кали, мен сенімен сөйлеспекшімін. Мен Кали емес, Гауримін, Гаури. Түсінбедім. Мен Кали емес, Гауримін, Гаури. Сен неге білемейсің? Білесейші неге? Кали жоқ дейді. Оларды Вишвавир көріп қалады. Оны көрген Вишвавир Калиді де алып билеткізіп қояды. Юг ойланып, мен Гауриге даусы үшін ғашық болдым, ал оның даусы Калиге қатты ұқсайды дейді. Юг күдіктенеді, тоқтатыңдар дейді. Юг бірдеңе айтқысы келіп тұр дейді Вишвавир. Біз бүгін Гаури екеуміз жаңа өмір бастамақшымыз дейді. Бірақ одан бұрын мен оның даусын естігім келіп отыр дейді. Бүгін оның даусын естігім келеді дейді. Арт жақтан Калиани қуанып, олардың шындығы ашылады дейді. Гаури мені даусымен таңғалдырды дейді. Юг, балам, ол саған өмір бақи ән айтады, бүгін билейік дейді. Гаури, өтініш, бүгін бас тартпашы дейді. Иә, қызым, сен ән айтшы, естейік дейді. Мен сенің даусыңды естігім келеді. Менің немерем сенің даусыңды өте әдемі дейді. Жарайды, айтып беремін. Қазір мен даусымды кішкене жөндеп келейін. Жүр, Кали дейді. Кали, өтініш, мені құтқар, өтініш, сен ғана мені құтқара аласың, өтініш дейді. Мен саған айттым, шындықты ертерек айтуымыз керек еді. Сен білесің, мен оған шындықты айтпақшы болдым дейді. Мен жақсы сәтте айтамын деп ойладым, өтініш дейді. Өтініш, Кали, көмектес, менің намысым тапталады, менің ғана емес, әкемнің де намысы тапталады. Кали, өтініш дейді. Кали, өтініш, мені құтқар, мен саған уәде берем, келесі жол шындықты айтамын. Жарайды дейді. Бүгін мен сенің намысында тапталғаны қаламайын, бұл соңғысы болсын дейді. Бұл әннен кейін Югке барлық шындықты айтасын дейді. Иә, барлық шындықты айтам, уәде беремін дейді. Өтініш, тек мені құтқарсам болды, жарайды. Тәте, сіздің болмағаныңыз қандай жаман дейді. Рама Құдай маған көмектес дейді. Сосын Гаури келе жатады. Кали білдіртпей үстіңгі қабатқа шығып алады. Олар әнді айта бастайды. Югтың тәтесі бұл әнді естіп таң қалады. Юг Гауридің жанына келеді. Юг ештеңені көрмей өтіп кетеді. Сосын ән біткен соң бәрі шапалақ ұрады. Сол кезде Кали артына қарап қалған кезде оның алдында Юг тұрады. Кали түсінбей қалады. Оны үстіден Калиани көріп қалады. Юг Калидің қолынан ұстап алып төменге түседі. Бүгін маған тойлау қажет дейді Калиани. Юг Калиді сыртқа алып келеді. Сен маған көптеген өтіріктер айттың дейді. Сен мені мазақ қылдың, сен менің өміріммен ойнадың дейді. Сені Рама Құдай кешіреді деп ойлайсың ба? Рама Құдай жайлы ұмыт, сен өз-өзіңді кешіре алмайсың. Сен неге маған өтірік айттың, бұл Гауридің даусы деп. Жарайды, сен өз қателігіңді түсінбесең, мен барлығына шындықты айтамын. Және де мен мына некеге келіспеймін. Сен неге бұл Гауридің даусы екенін айтпадың, мен бұл некені бұзамын.
Жоқ, өтініш. Иә, мен сізден шындықты жасырдым. Бұл жерде бір себеп болды. Сол себептен кейін мен сізге ештеңе айта алмадым. Сіз неге Гауриге тек даусы үшін ғана үйленіп жатсыз? Сіз Гауридің даусы негізінде себепсіз болмаса, сіз некені бұзар ма едіңіз? Бұл некені мен сатқынсыздықтан бұзамын. Мен саған бұрында айтқанмын, мен өтірікшілерді жеп көремін және өтірік айтуды жеп көремін. Мен ешқашан өтірікшіге үйленбеймін. Гаури сізге шындықты айтпақшы болды. Шын ба, мен олай ойламаймын. Мен оған көптеген шанс бердім. Біз мейрамханада кездескенде де едім, бірақ ол ешқашан ештеңе айтпады. Ол маған тек келесі кездескенде саған өлең айтамын дейді. Бұл жерде Гаури бір өзі ғана кінәлі емес. Сосын Юктың апасы Калянинің үстіне су төгіп алады. Кешіріңіз, мен бұны байқаусыз істеп алдым. Мен сіз түсіндім. Әжетхана қайда? Ол үстіде, сол жақта фен бар деді. Иә, қазір ораламын. Сол кезде Юктың тәтесі су алуға тұрып жатқан еді. Юктың тәтесі ыдысты төгіп алады. Каляни қорқып кетеді. Кешіріңіз аға, мына бөлме кімнің бөлмесі? Мына бөлмеден бір зат құлады. Жоқ, бұл Муктаның бөлмесі дейді. Мукта? Иә. Түсінікті, бұл Чаудри отбасынан тумары дейді. Отбасым маған көптеген бақыт сыйлады, мен жетіммін дейді. Мені отбасындағы адамдай санады дейді Кали. Менің міндетім оны қорғау және оны бақытты қылу дейді. Сіз жаза беріңіз, қандай жаза берсеңіз де мен оны қабылдаймын. Ғажап, сен маған өтірік айтқаның осыдан екен ғой. Юк, өтініш, Гаури әлі жас, оны сізге түсіндіру қиын. Шындығынан ұзақ жасырған себебі осы дейді Кали. Өтініш, оны кешіріңіз. Сіз айтып едіңіз ғой, сіздің тәтеңіз жақсы ән салады деп. Ол адам өте жақсы адам дейді Кали. Ол өте жақсы, себебі оның жүрегі таза дейді Кали. Мен олай ойламаймын. Екеуміздің болашағымыз жақсы болмайды дейді Юк. Гаури сізге шындықты айтпақшы болды. Ол жақсы сәт келген кезде шындықты айтамын деп ойлады дейді Кали. Менің күйеу балам қайда? Қолайлы сәт өтіп кетеді дейді Вишвивер. Юк Муктаның бөлмесіне барған шығар, қызым оны шақырып келші дейді. Юктың өзі келе жатады. Не болды, Юк, сен қайда болдың? Әже, менде маңызды қоңырау болды, дейді Юк. Жарайды, ритуалды бастай, қолайлы сәт өтіп кетеді дейді Юктың әжесі. Жарылыс болмай қалды, ештеңе болмады дейді Каляни. Каляни түсінбей қалады. Сосын Кали шындықты айтпағанына қуанады. Сосын олардың рәсімдері басталады. Олар бір-біріне жүзік салады. Юк пен Гаури бөлмелерін көруге барады. Мәссаған, мынау не деген әдемі бөлме дейді Гаури. Маған бірақ дуалдың түсі ұнамай тұр, біз оны өзгертуіміз керек дейді. Оның түсі қызылдау болсын, қалай болады, ол менің ең жақсы көретін түсім дейді. Бірақ саған қызылдау ұнамаса ештеңе етпейді дейді Гаури. Айтпақшы, сен маған ештеңе айтпадың, не? Сен әрдайым сен жақсы өлең айтасың деуші едің ғой. Сен менің ең жақсы қолдаушым едің ғой. Әрдайым өлең айтқанда сенің өлеңің керемет деуші едің. Бұны не үшін естігім келеді дейді Юк. Мен шынымен де ақымақ болыппын. Мен сенің даусыңды басында сенің даусың емес деп күдіктеніп жүргенмін. Бұл шындық болып шығыпты. Бұның бәрі әпкем үшін, бірақ мен саған
ешқашан тұрмысқа шықпаушы едім. Жарайды, астыға түсейік, бәрі бізді күтіп қалды, дейді Юг.